Шырғалаң. Бірінші бөлім. Авторы Айдана Істілеуова. Ал жақсыларым, оқырмандарым, достарым, міне қызықты да бөлімі өте көп жаңа әңгіме басталды. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта бұдан да көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Қарапайым көп балалы отбасында өстім. Әкем мектепте күзетші, ал анам үй тірлігінен босамайтын. Мен 7 баланың ортаншысы едім. Кішкентайымнан мектепті жақсы оқыдым. Сабақта озат оқушы болдым. Есімде қалғаны, бір жылы әкемнің інісі әскерден келді. Ол кезде 2 жылға баратын әскерге. Есімі Марат. Сол Мараттың әскерге кеткені есімде жоқ, келгені есімде. Кішкентай болсам керек. Сол әскерден келген соң күнде араққа тойып алатын болды. Араққа тойып алып, біздің үйге келетін шулатып. Өзім көзім көк, сары томпиған қыз болдым. Бірде түн ортасында бір адамның мені сипалағанынан шошып ояндым. Шамамен жасым 7 жаста. Қуыс кішкентай бөлмеде сол күні ойнап отырып ұйықтап қалыппын. Ұйқымнан оятқысы келмеген үйдегілер мені орныма жатқызбаған. Бәлкім тағдырым шығар. Марат аға мас болып келген соң, анам оны мен жатқан бөлменің есік жанына төсек салып берсе керек. Шошып оянған мені ол аузымды қолымен басты. Мас болған ол денемді сүйіп, артық ештеңе жасамады. Оның не екенін білмеймін, бірақ дұрыс нәрсе емес екенін сездім. Таң атқан бойда ол мені қора жақтан дәретханадан келе жатқанымда ұстап алып, егер түндегіні біреуге айтатын болсаң, отбасыңды түгел бауыздап кетем деп қорқытты. Көзі қып-қызыл, бір адам емес, жынды секілді. Қорыққанымнан үйге жүгіре жөнелдім. Сол түнді ешкімге айтпағаным ең үлкен қателік болды. Ол малғұн менің балалық шағымның күл-талқанын шығарды. Мені іздеп жүріп тауып алып, білгенін жасайтын еді. Түнде кіші дәретті жіберіп қою пайда болды. Жалғасы бар.